Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 20-шы сабақ 5, 6, 7, 8-ші жаттығулар. 5-ші жаттығу. Өлеңді тыңда. Балақай. Бүлдірген тереміз балақай. Алақай. Ат жарыс көреміз балақай. Алақай. Айға ұшып барамыз балақай. Алақай. Кел, ағаш жарамыз балақай. Әй, атай. Авторы Қадыр Мырзали. Өлең мазмұнына сәйкес келетін қаратпа сөзі бар сөйлем сызбасын тап дейді. Яғни балалар, мына жерде дөңгелек сызба бұл қаратпа сөз екен. Яғни қаратпа сөз өлеңнің ортасында тұрса, дөңгелек орта жағында тұрғанын таңдаймыз. Ал шетінде, соңғы жағында тұрған болса, шетінде тұрған дөңгелек шені таңдаймыз. Яғни біз бірді таңдаймыз, онда ең соңында тұр қаратпа сөз. Бұл жерде бізде балақай болады. Бүлдірген тереміз балақай деп шақырып тұр, қаратып тұр. Сабақ түсінікті болды ма балалар? Бірінші сөзде, яғни дөңгелек сызба қаратпа сөздің белгісі, балалар. Бұл жерде балақай ең соңында тұр, сол себепті біз бірінші сызбаны таңдаймыз. Енді келесі жаттығу, 6-шы жаттығу. Сөйлемдерді қаратпа сөзбен толықтырып жаз дейді. Бірінші, Дастан, мені көшеден өткізіп жіберші. Бұл жерде Дастан деп қаратып тұрмыз, Екінші, терезені дұрыстап жапшы, қызым. Яғни қаратпа сөз ең соңында тұр. Үшінші, иә, Айдос, оқып жүрсің бе? Бұл жерде қаратпа сөз ортасында тұр. Келесі 7-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Кәкеннің демалысы кезінде әкесі ертең жолға шығамыз балам. Тағы да тауға шығып кетпе деді. Қайда барамыз көке? Деді Кәкен. Ауылға барамыз, бабаңа сәлем беріп, батасын алып қайтамыз. Баба деген кім ол? Көке. Бабаң әкеңнің атасы, атаңның әкесі. Авторы Әдібай табылды. Мәтіндегі негізгі ойды анықта, соған байланысты өз ойыңды білдір. Мәтіннен маңызды ойды білдіретін сөйлемді тап дейді. Мәтіндегі негізгі ой бабаның кім екенін, оларға сәлем беріп, батасын алу керек екендігін ұғындыру. Маңызды ойды білдіретін сөйлем. Ауылға барамыз, бабаңа сәлем беріп, батасын алып қайтамыз деген сөйлем. Сабақ түсінікті болса балалар, келесі тапсырманы орындаймыз. Шығармашылық үзіліс. 8-ші жаттығу. Сұхбатты оқып, одан әрі жалғастыр дейді. Ата, ең қымбат нәрсе не? Туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ. Неге? Сұхбаттағы екінші сөйлемді қаратпа сөзі бар сөйлемге айналдыр дейді. Енді мына сұхбатты былай жалғастырып көрейік балалар. Неге? Өйткені туған жер сенің отаның. Сұхбаттағы екінші сөйлемді қаратпа сөзбен айналдырсақ, балам, туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ. Атасының баласын қаратып, балам деп айтылған сөз ол қаратпа сөз, яғни атасы баласын қаратып тұрып айтып тұр. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Және де достарыңа таратуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар балалар.